Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецепттер бар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді, қытырлақ, тез дайын болатын наггетстерін жасау жолымен бөлісемін. Ең алдымен тауығымыздың төс етін жақсылап жуып дайындап аламыз. Жуып дайындап алған тауығымыздың төс етін, бетінің күліңкаларын, керек емес жерлерін тазалап аламыз. Тазалап алған тауығымыздың төс етін турап аламыз. Ең алдымен ортасынан бір бөлеміз. Тағы да ортасынан бөліп, ұзын шағып турап аламыз. Құрамына не қосатынымыз, қанша граммнан қосқандарымды описание бөліміне жазып қалдырдым. Турап дайындап алған тауығымыздың төс еттерін маринаттаймыз. 1-2 сағатқа маринатқа қойсаңыздар өте дәмді болып шығады наггетстеріміз. Тауығымыздың төс еттерін барлығын турап алдым. Енді чесногымызды мен 3 зубчик чеснок қостым. Майдағып турап алсаңыздар болады, немесе теркадан өткізсеңіздер. Чесноктарымызды қосып алдым. Енді тұзымызды қосамыз. Жарты лимонымыздың сөлін қостым. Лимонымыздың дәндерін алып тастаймыз. Маринаттағанымызда сұйық майымыз тауығымыздың төс етін жауып тұру қажет. Сонда әдемі болып шығады. 1,5 сағатқа маринаттап қойдым. Маринаттап алған тауығымыздың төс етін ең алдымен ұнымызға жақсылап араластырамыз. 2 бетін аудара отыра. Сосын жұмыртқамызға екінші, үшінші корейский панировочный сухарикке айналдырып, тарелкамызға дайындап аламыз барлығын. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші мәрте тағы көрсетіп жатырмын. Бірінші ұнымызға, екінші жұмыртқамызға, үшінші корейский панировочный сухарикке аударып аламыз. Осылай барлығын дайындап алдым. Майымызды қыздыруға қоямыз. Қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Немесе асты күйіп кетуі мүмкін. Видеода көргендеріңіздегідей осылай қып-қызыл қылып қуырып алдым. Осымен наггетстеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Қош сау болыңыздар.